Сәлем оқушылар, ақпаратты қалай ұзақ есте сақтауға болады? Бүгінгі видеода осы туралы айтатын боламыз. Мұқият тыңдап, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал бастайық. Бірінші, ақпаратты оқу барысында әрбір 20-30 минут сайын 5 минуттық үзіліс жасаңыз. Яғни, су ішіп келіңіз, немесе жаттығу жасаңыз, назарыңызды басқа жаққа аударып, 5 минут перемені жасасаңыз, сізге бір перемена болған сияқты адамның мида демалып тұру керек. Сол үшін де 5 минут немесе 10 минут үзіліс жасағаныңыз дұрыс. Екінші, оқыған мәліметтеріңізден конспект жазыңыз. Яғни біз кілт сөз дейміз ғой. Сол арқылы сіз өзіңізді есте сақтау қабілеттеріңізді жаттықтырып, және де мәліметтерді түртіп алып отыру арқылы сіз миыңызға уже ақпараттарды жібере бастайсыз. Үшінші, ұйықтар алдында қайталап отырыңыз. Ұйықтап алдында қайталасаңыз, сіздің миыңызда сол ақпараттар сіңе бастайды. Таңертең ерте тұрғанда сол ақпараттар уже сіздің ойыңызға келе бастайды. Сол үшін де ұйықтар алдында қайталап жатсаңыз, таңертең ерте тұрғанда тез есіңізге түсетін болады. Нәтижесінде жоғарыда айтылған қағидаларды орындап, сіз оқығаныңызды ұзақ әрі есте сақтайтын боласыз. Және де бұл тәсілдер ұбт-ға тапсырушы түлектерге де мықты көмектеседі. Осы тәсілдерді пайдаланыңыздар. Мен де өзімде осы өмірде қолданғанмын. Осы қолданған нәтиже көрген тәсілдерді, фишкаларды сіздерге ұсынып отырмын. Сіздерге пайдалы болса, осы видеоға лайк басыңыздар, және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.